Қайырлы күн достар, менің парақшама қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен мясной пирог жасаймыз. Өте оңай және өте дәмді пирог. Мен жолдасымның жақсы көретін пирогы. Рецептісін описанияға толық қалдырамын. Ең алдымен салмасын жасаймыз. Салмасына 1 жуа және 3 картошка жетеді. Менде картошка майда болғандықтан бірнеше қолдандым. Ең алдымен жуаны жақсылап тұрып турап аламыз. Кішкентай кубик қып. Картошканы дәл солай тураймыз, мантыға турайтын картошка ұқсап. Табамызды жақсылап тұрып қыздыртамыз. Ең алдымен жуаны қурамыз сарғайтып. Үстіне фарш қосып жақсылап тұрып турамыз. Және картошканы салып, тұзын, бұрышын қосып, толық дайын болғанша қуырып аламыз. Жақсылап тұрып араластырып. Ал енді қамырын жасаймыз. Қамырына 3 жұмыртқа, 200 грамм қаймақ, 150 грамм ұн және 2 шай қасық разрыхлитель. Ең алдымен жұмыртқаларды жарып, бір қалыпты масса болғанша миксермен жақсылап араластырамыз. Үстінен қаймақ қосып, тағы да жақсылап араластырамыз. Және ұн мен разрыхлительді қосамыз. Жақсылап араластырып аламыз. Енді миксермен бір араластырамыз. Бір қалыпты масса шыққанша жақсылап тұрып араластырып аламыз. Менде 26 дециметрлік формамызды дайындап қоямыз. Дайын болған қамырымызды екіге бөлеміз. Жарты бөлігіміз формаға төсейміз. Үстінен салмамызды саламыз, тегістейміз. Салманың үстінен қалған қамырды құямыз. Бетін тегістеп аламыз жақсылап тұрып әдемілеп. Содан соң 180 градус қызып тұрған пешке 30-40 минутқа саламыз пісіріп алуға. Ал біздің пирогымыз дайын болды. Иісі деген күшті, жасап көрдіңіздер, мұрынды жарып баратыр. Мен пирогым жан бұдан да үлкен болып піскен болатын. Мен балконға шар қойып, басып қалды. Сіздерде бұдан да үлкен, объемный болып шығады деген ойдамын. Дәмі өте жеңіл, сіздерге ұнайды деген ойдамын. Егер де бұл пирог сізге ұнаса, сізден лайк, комментарий күтемін. Мен Instagram парақшаммен және YouTube каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Ас болсын!